Массасы 5 кг денеге көкжиек бағытымен күш түсіріп, оның орнын ауыстырды. Егер үйкеліс коэффициенті 0,4 болса, онда денеге қандай үйкеліс күші әрекет етеді? Берілгені масса бар 5 кг, үйкеліс коэффициенті бар 0,4. Еркін сөйлеуін 10 деп алайық. Есептеуге ыңғайлы болу үшін табу керек үйкеліс күші. Талдау. Үйкеліс күшін табу үшін мюді n-ға көбейтеміз. Реакция күші бізде m көбейту g. Шешуі. Реакция күшін табамыз. 5 кг көбейтеміз 10 ньютон метр, бізде 50 ньютон шығады. Үйкеліс күшін іздейміз. 0,4 көбейтеміз 50-ге 20 ньютон. Жауабы 20 ньютон. Шкафты орнынан қозғау үшін оған көкжиек бағытымен 300 ньютон күш түсіру керек. Егер шкаф масса 120 ньютон болса, онда шкаф пен еден арасында үйкеліс коэффициенті неге тең дейді. Бізде күш бар, масса бар, G бар, мю табу керек. Талдау. Шкаф орнынан бір қалыпты қозғайтын болсақ, тарту күші мен үйкеліс күші тең болады. F үйкеліс тең болады тарту күшіне. F үйкеліс ол үйкеліс коэффициенті көбейтілген тірек күші. Тірек күші бізде mg. Осыдан мюны табатын болсақ, F үйкелісті бөлеміз n-ға, n дегенің mg. Сонда біздің формуламыз осы болады. Шешуі. Так, мю тең болады. Үйкеліс бізде 300 ньютон. Масса 120 кг. G 10 ньютон бөлінген килограмм. Килограмм, ньютон қысқарады. Сонда бізде 0,125 болады. Жауабы 0,125 үйкеліс коэффициенті. Денеге көкжиек бағытымен 8-12 ньютон екі күш әрекет етеді. Осы күштердің сызбасын салу керек. Неше нұсқасы бар? Әр нұсқа үшін тең әрекет күш табу керек. Бірінші күш бізде 8 ньютон. Екінші күш 12 ньютон. Бірінші нұсқа. Күштер бір бағытта болуы мүмкін. F1, F2. Егер олар бір бағытта болса, күштерді қосамыз. Сонда 8 ньютон қосамыз 12 ньютон, 20 ньютон. Тең әрекетті күш. Екінші нұсқа. Күштер қарама-қарсы бағытта болуы мүмкін. F1, F2. Бұл жағдайда тең әрекетті күш табу үшін үлкен күштен азайтамыз кіші күшті. 12 ньютон азайтамыз 8 ньютон, 4 ньютон. Жауабы 20 ньютон және 4 ньютон.